Жақында бір кісінің интернетте сұхбаты шықты. Дінді қалай қылып жаю туралы. Ол кісі, дінді жұмсақтықпен көрсеткісі келді барынша, бірақ дұрыс түсіндіре алмағандай. Әсіре діншілдікті діндар адам түсіндіре алмауы, ол кісінің оны дұрыс түсінбеуі, немесе бір қулық қылмақшы ма, білмедім. Өйткені неге олай қаптайтым десеңіз, біліңіз. Әсіре діншілдік деген нәрсенің түсінігі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шынымен әсіре діншілдіктен, ғулу фиддин, дінде шұқыр кіріп кетуден қиған. Құран-ы Кәримде де «Я әхләл китаби ла тағлу фи диникум» деген аят бар. Уа кітап егелері, өз діндеріңде шұқыр кірмеңдер деген сөз бар. Бұл аят өзге кітап егелеріне аталғанменен біздің дінімізде де қолданылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мысалы қиямет күні, қияметке жақын хауариж деген тайпа шығатынын айтып кетті. Сөйтіп былай дейді: олардың оқыған Құраны тамағынан арғарай өтпейді дейді. Және де олардың намаздары соншалықты мықты, сендердің намаздар, сахабалардың намазын айтып жатыр. Сендердің намаздарың олардың жанында дым көрінбей қалады дейді. Былай қарасаң намазы сұмдықта, бірақ оқыған Құраны тамағынан арғарай өтпейді. Бұл нені білдіреді? Бұл әсіре діншілдік деген осыны білдіреді. Оның сипаттары, оның себептерін түсіндіргім келеді. Біріншіден, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көбінесе оларды жастар деп суреттеді. Сахих Бұхариде келеді бұл. Жас адамдар көбінесе дейді. Дінді қатты ұстаймын дейді де, өзінің арғырай нәпсісі көтер алмай, діннен садақтың жайындай, оғындай зу етіп, ұшып шығады деп айтады. Айтқым келген мәселе, бұл адамдар келді. Және де біздің 21-ші ғасырдың хауариждері деген адамдар да бар. Дінді әсіре ұстаушылар бар. Қатты ұстағаны сонша, өзі оған шыдай алмайды. Өзі менен сөзі бөлек болады. Міне әсіре діншілдік деген сол. Сыртқа дінді ұстағыш болады. Өзінде діни нәрсе болмайды мынаның ішінде. Әсіре діншілдіктің белгілері бірінші орында осы хадистерден, Құран аяттарынан келтіре бере, ғалымдарымыз айтады, надандық дейді. Дінді дұрыс түсінбеу.